Саламатсыздар ма? Мен Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің арнаулы пәндер оқытушысы Айтқазиева Гүлшат Сағындыққызымын. Бүгін сіздермен өткізетін сабағымыз электр желілерінің электр жабдығын эксплуатациялау, жөндеу және реттеу модулі бойынша электр өлшеуіш аспаптарды жіктеу, әртүрлі шамдардың сипаттамаларын алу тақырыбында болады. Қазіргі таңда электрмен қамтамасыз ету мамандығы бойынша барлық шамаларды өлшеу қажет болады. Ол үшін біздер әртүрлі аспаптарды және олардың қолданылуын, түрлерін білу қажет. Электрмен қамтамасыз ету мамандығы бойынша өлшеуіш аспаптар бірнеше топтарға бөлінеді. Негізінде кез келген шамаларды өлшеу қажет болады. Күнделікті өмірімізде барлық шамалар белгілі бір дәрежеде, белгілі бір қондырғылармен өлшенеді. Соның ішінде электрмен қамтамасыз ету мамандығы бойынша біздерге қажетті жабдықтар немесе аспаптар болып, электрлік шамаларды өлшейтін құрылғылар қажет. Олар түрлері бойынша тоғына байланысты, орнатылуына байланысты, жұмыс жасау принципіне байланысты бірнеше түрлерге бөлінеді. Соның ішінде тоқталып кететін болсақ, амперметр, вольтметр, микрометр, омметр, жарық өлшеуіш аспаптар, жиілік өлшеуіш аспаптар, өлшеуіш қармауыштар, осылардың барлығы біздің саламызда көптеп кездеседі. Мысалға, мынау амперметрдің түрлері, яғни бұл жердегі амперметрлеріміздің барлығы қазіргі уақытта кеңінен қолданылып жүр. Мына амперметрді алып қарастыратын болсақ, стендте орналастырылатын амперметр, яғни қазіргі электронды амперметрлердің түрлері деп қарастыруымызға болады. Немесе мынандай амперметрлерді қарастыруымызға болады. Бұл амперметрлердің бетінде белгіленген шкалалар бойынша шамаларды, мысалға, 0-ден бастап 1000-ға дейін өлшеуге мүмкіндігі бар. Сол сияқты мына жерде де сондай мүмкіндіктері бар. Жалпы мынау барлық амперметрлеріміздің түрлері деп қарастыруымызға болады. Яғни электр тоғын, тізбектегі электр тоғының шамасын өлшеуге арналатын. Кернеуді өлшеуге арналған аспап вольтметр деп аталады. Мына алдарыңызда көріп отырған барлық модельдері осы вольтметрдің электронды цифрлы түрлері деп аталады. Яғни электр тоғындағы кернеудің мәнін анықтап отырады. Зертханалық жұмыстарды, практикалық жұмыстарды орындаған кезінде жалпы осы аспаптарды қолданамыз. Барлық вольтметрдің түрлері, электронды түрлері бар. Жаңағы амперметр сияқты шкала түрінде, және де индикатор табло дейміз. Индикатор табло арқылы көрсеткіш мәндерін анықтайтын электронды вольтметр деп қарастыруымызға болады. Өлшеуіш аспабымыздың түрі ол мегометр деп аталады. Мегометр, яғни 10 метр дейміз, мегометр дейміз. Бұл бізде электрлік кедергіні өлшеуге арналған аспап. Электрлік кедергіні өлшеуге арналған аспаптың да бірнеше түрлері бар. Мынау алдарыңызда көріп тұрған барлық мегометрлердің түрлері. Мысалға, мынау ескі үлгідегі мегометрлер, қазіргі мегометрлер мынандай үлгідегі, жаңа үлгідегі мегометрлерді көптеп қолданады. Вольтметр аспабы алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай қазіргі жаңа үлгідегі модель деп қарастыруымызға болады. 0-ден 500 вольтқа дейінгі шамада өлшемдерді көрсетеді. Яғни бұның бетінде құрылысына байланысты көрсетілген белгісі бар. Содан кейін айнымалы тоққа арналғандығын көрсетеді. Сонымен қатар дәлдік класын көрсетеді, 1,5 дәлдік класс. Одан кейінгі шамасы бұл құрылғының қандай түрде орнататындығы көрсетіледі. Яғни тігінен орнатылады. Одан кейін жұлдызша тәріздес шаманың ішінде қандай кернеуге есептелгендігі көрсетеді. SE72 моделі 500 вольтқа дейінгі шамаларды өлшейді. Одан кейін
аспабымыз амперметр. Амперметрді айнымалы тоққа арналған 0-ден 30-ға амперге дейінгі аралықты шамаларды өлшейді. Бұл жерде де барлық бетінде, шкаламыздың бетінде көрсетіліп тұрған дәлдік класы, орнатылуы, қандай моделі, жылы шығарылған барлығы көрсетіліп тұр. Келесі бір өлшеуіш аспаптарымыз ол электрлік қармауыш деп айтамыз, немесе измерительный клещ деп аталады. Яғни бұл аспаптың басқаларына ерекшелігі бірнеше шамаларды өлшеуімізге болады. Яғни тоқты, кернеуді, кедергіні, сонымен қатар қуатты барлығын өлшеуімізге болады. Бұның бетінде де қажетті шамаларды көрсетіп тұратын ауыстырып қосқыш кнопкасы бар. Және де тоққа қосқан кезінде бетіндегі таблосынан бізде қажетті мәндер шығады. Ұяшықтар арқылы біздер қажетті тізбекке қосып шамаларды анықтауымызға болады. Яғни техника қауіпсіздігі міндетті түрде сақталған, корпусы барлығы пластмассадан жасалынған, қажетті күштік кабельдерге мысалға қармауышпен қармау арқылы біздер қажетті мәндерін көре аламыз. Электрлік қармауыш бұл. Одан кейін мегометр деп аталатын аспап, жаңа сіздер таныстырып отырмын. Мынау ескі үлгідегі мегометр дегенмен бұның жаңағы өлшеу шегі өте нақты болып келеді. Мына сымдардың қажетті мәнге қосқан кезінде ручкасымен бұрау арқылы бетінде мәндері тұр. Жалпы барлық бетінде көрсетілетін мәндері. Яғни кедергінің мәні мына жерде барлық шкалалары арқылы қажетті мәндерді көрсете алады. Бұл біздің кедергіні өлшеуге арналған құрылғы болып есептеледі. Өлшеуіш аспаптардың ішінде біздер өлшеуіш трансформаторларда кеңінен қолданамыз. Трансформаторлардың өзі тоқ трансформаторлар, кернеу трансформаторлар деп бөлінеді. Сонымен қатар зертханалық жұмыстар барысында біздер автотрансформаторды да қолданамыз. Және де әртүрлі шамдарды сипаттамалап қарастыруымызға болады. Әртүрлі шамдар дегеніміз, мысалға, үйлерімізде күнделікті қолданылып жүретін қыздыру шамдары бар, және люминесцентті шамдары бар, және де жарық диодты шамдар бар, галогенді шамдар бар. Осы шамдардың барлығын бір-бірімен салыстырмалы түрде қарастырып, әрқайсының сипаттамасын алуға болады. Ол үшін мысалға зертханалық қондырғымен жұмыс жасаған кезінде бірнеше жұмыстың түрін қарауымызға болады. Мысалға, бірінші жұмысты қарастыратын болсақ, қыздыру шамдарының светотехникалық, электротехникалық сипаттамаларын зерттеу немесе алу жұмысын жүргізуге болады. Одан кейін келесі жұмысымыз галогенді шамдардың светотехникалық, электротехникалық сипаттамаларын зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады. Сонымен қатар компактылы люминесцентті шамдардың және де жарық диодты шамдардың светотехникалық, электротехникалық сипаттамаларын зерттеуімізге болады. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты сабақ барысында студентке тиімді түрде теория менен тәжірибені ұштастыра отырып, бір-бірінен шамдардың сипаттамасын, жұмыс жасау принципін, бір-бірінен айырмашылығын, тиімділігін есептеу және де қажетті мәндерді формулаларға салып есептеуге болады. Алдарыңыздағы көрсетіліп тұрған стендімізде жарықтандыру шамдарының түрлері мен қосылу сызбалары қарастырылған. Мынау біздің люминесцентті шамдар күнделікті үйлерімізде, оқу орындарымызда, басқа да ғимараттарда кеңінен қолданылады. Люминесцентті шамдар деп аталады. Одан кейін жарық үнемдеуіш шамдар, соның ішінде люминесцентті деп аталады. Одан кейін келесі жарық үнемдеуіш шамдарымыз, бұл да люминесцентті шамдар, спираль тәріздес. Бұларды үйімізде, кабинеттерімізде көптеп қолданамыз. Содан кейін келесі шамдардың түрі жарық диодты шамдар. Қазіргі уақытта кеңінен таралған шамдар, себебі тиімділігі, жарықтылығы, жұмыс жасау уақытына байланысты қыздыру шамдарына және люминесцентті шамдарға қарағанда өте қолайлы. Сол себепті энергияны аз үнемдейді, энергияны аз қолданады. Сонымен қатар жарық бөлгіштігі жоқ, жарықтылығы өте жоғары, салыстырмалы түрде қазір кеңінен қолданылған шамдар болып есептеледі. Сонымен қатар галогенді шамдар. Галогенді шамдарда қыздыру шамдарының бір түрі,
Дегенмен оның құрылысында сәл күрделі өзгешелік бар. Сонымен қатар көшелерімізде қолданылатын машиналарымызда әртүрлі осындай қондырғыларға қажетті шамдар. Қыздыру шамдарына қарағанда әйнегі қалыңдау болып келеді галогенді шамдардың. Сонымен қатар мынау қосылу схемалары, яғни люминесцентті шамдардың қосылу схемасы. Люминесцентті шамдардың қосылу схемасы қыздыру шамдарына қарағанда күрделірек, себебі ол дроссель арқылы жұмыс жасайтын болғандықтан стартер іске қосылады. Содан кейін ол қыздырылуына бірнеше уақыттар кетеді. Сонымен қатар ол люминесцентті шамдардың тағы бір ерекшелігі ол қоршаған ортаның температурасы, яғни бөлменің температурасына да мән береді, себебі өте салқын жерде ол қосылу ұзақтығы күрделеніп кетуі мүмкін. Сол себепті бөлме температурасы бар жерлерде көп қолданылады. Мынау да осы электрондық құрылғыларда қолданылатын шамдарымыздың қосылу схемасы, яғни 220 вольт 50 герцте жұмыс жасайды. Алдарыңызда қарастырылып отырылған мынандай стендіміз бар. Құрылғы бұл 2 модульден тұрады, яғни әртүрлі шамдар, мына жерде жарық диодты шамдар, люминесцентті шамдардың түрлері, немесе мына жарық диодты шамдардың орнына галогенді шам немесе қыздыру шамдарын қолдануға болады. Мынау екінші модуль. Бұл модульде бізде автотрансформатор көрсетілген. Автотрансформатор 0-ден 250 вольтқа дейінгі аралықта біздер қажетті шамымыздың тұтынасын қуатын қоямыз. Одан кейін қуат өлшеуіш. Қуат өлшеуіштің бетінде индикатор бар. Бұл индикатордың ішінен толық қуат, активті қуат, реактивті қуат, тоқтың мәні, кернеудің мәні және де кедергінің мәндері көрініп тұрады. Одан кейін келесі бізде орнатылған аспабымыз радиометр деп аталады. Радиометр, содан кейін люксметр, яғни радиометрімізді, люксметрімізді жарықтың шамасын өлшейтін аспаптар. Сонымен қатар мынау қосылып тұрған бізде жарық датчик деп аталады, светодатчик деп аталады. Бұл мысалға қай шамды біздер зерттейміз, сол шамның қасындағы, сол шамның жарықтылығын ұлғайту үшін арналған қосымша элемент. Егер де стендті іске қосып қарайтын болсақ, ең бірінші мысалға люминесцентті шамды қосу үшін, яғни жарық диодты мына қоямыз. Негізі қараңғы жерде, егер де қараңғы жерге орнатылатын болса, онда мына жарық диодты шамның эффектісі дейміз ғой, берілетін мүмкіндігі көбірек болады. Яғни қараңғы ол жауып қоятын болса, онда жарық диодтың түсіретін жарығы соғұрлым жоғары болады. Енді мысалға мына люминесцентті шамды зерттейтін болсақ, біз кернеуді 150-ге қоямыз. Люксметрде тұра берсін. Мынаяқтан біздер жаңағы қажетті қорек көзін және тоқ көзіне қосамыз. Шамымыз бізде жанып тұр, яғни немесе 175-ге дейінгі аралықта қоямыз. Енді мына жерде бізде қуат өлшеуіш құрылғының бетінде кернеудің мәні, тоқтың мәні және активті қуаттың мәндері шықты. Одан кейін қажетті ауыстырып қосқыштар арқылы біздер қажетті мәндерімізді жаза аламыз. Тоқ 0,2 амперден 2 амперге дейінгі аралықты өлшейді. Сонымен қатар люксметрдің да бетінде жарықтылықтың мына шамның түсіріп тұрған жарықтылығын көрсетіп тұр. Яғни коэффициент пульсация дейді, пульсация коэффициентін көрсетіп тұр. Егер де біз радиометрге жарық диодты шамымызды алмастыратын болсақ, біздер радиометрден қажетті өлшемді көре аламыз. Сонымен қатар мына шығысында 2 нүкте бар. Бұл жерге осциллограф деп аталатын өлшеуіш аспапты қосу арқылы біздер сол сәттегі тоқтың кернеудің мәнін сигнал түрде көруіміз керек. Қондырғымызға сипаттама беріп кететін болсақ, бұл жерде жалпы қандай кернеуі жұмыс жасайды, тұтынушы жиілігі және қуаты барлық стендтің құрылысында басқару модулі және де зерттеу шамдар блокі кіреді. 2 блоктан тұрады. 2 блоктың өзінің жасалатын
150 ватт, 150 ваттқа дейінгі де болады. Дегенмен қыздыру шамдарымен салыстырмалы түрде қараған кезінде жарықтылығы, жұмыс жасау принципі жоғары. Люминесцентті шамдар, мынау жарық диодты шамдар дейміз. Қазіргі таңда көптеп қолданылатын жарық үнемдеуіш жарық диодты шамдардың ең көп тараған түрі. Мынау енді жаңағы галогенді шамның бір түрі. Галогенді шамның ішінде қыздыру шамына қарағанда құрылысында қыздыру шамдарын светотехникалық, электротехникалық сипаттамаларын бекіту үшін біздер жұмыстың мақсатын қоямыз. Одан кейін шамның жалпы түрімен танысып аламыз, стендпен танысып аламыз. Одан кейінгісін бізде қажетті формулаларымыздың барлығын жазып аламыз. Себебі стендтің құрылғыда біздер көрсетілген мәндердің барлығын жазып аламыз. Одан кейін бізде қандай кесте кездеседі. Бұл кестеде шамның түрі, яғни қыздыру, немесе люминесцентті, немесе жарық диодты, немесе галогенді. Қандай шамның сипаттамасын алу керек болады, қажетті шамымызды жазамыз. Қажетті шамдарымызды барлығын мен жаңағы стендтік құрылғыда көрсеттім сіздерге. Одан кейін қуаттарымыз, яғни активті, реактивті толық қуат, көсөніспей, кернеу, ток, кедергі, люксімі, жарығымыз, пульсация коэффициенті, жарық ағыны, жарықтың берілуі, соның пайызы, радиометрдегі мәні, жарықтың ағыны, яғни осы мәндердің барлығы бізде қондырғыда беріледі. Ал көрсетілмеген шамаларды қажетті формулаларын қою арқылы есептеп жұмысты орындауға болады. Қажетті шамымыздың келесі түрі жарық диодты шам. Жарық диодты шамымызға барлық жарықтандыру датчигіне қажетті кабельдерімізді қойып алдық. Енді бізде келесі оған қажетті кернеуді қарастырамыз. Мысалға 200-ге қойып, 200-ге қойсақ, біздің жаңа шамымыз жанды. Сонымен қатар бұл жерде жарық диодты шамдардың барлық параметрлерін мына индикатор табло арқылы көріп жатырмыз. Яғни кернеудің мәні, тоқтың мәні, қуаттардың мәні және қуат коэффициентінің мәні барлығын осы таблодан көріп, мынандай жаңағы әдістемелік нұсқауымыз бар. Әдістемелік нұсқауменен барлығын жасаймыз. Жұмысты орындаған кезде әрине техника қауіпсіздігі міндетті түрде сақталады. Сол себепті жұмысты орындап барлық қажетті мәндерді кестеге сәйкес жазып аламыз. Жазып болғаннан кейін тақтада көрсетілген кестелердің ішінде қалып қойған бос орындарға формула арқылы біздер есептеп шығарамыз. Бұл жердегі стендтің негізгі мақсаты сол осы шамдардың тиімділігін есептеу. Яғни қаншалықты тиімді бір-бірімен салыстырмалы түрде қараған кезінде жұмыс жасау, тұтыну барысында қай шамдар бізге өте тиімді және қайсысын пайдаланған дұрыс. Яғни барлық шамдардың да өзінше ерекшеліктері мен кемшіліктері бар, дегенмен салыстырмалы түрде көбірек қолданылатын шамдарды сипаттамасы арқылы анықтауымызға болады. Стендпен жұмыс жасап болғаннан кейін міндетті түрде барлығын қорек бөлігін ажыратамыз. Орнына бәрін қойып, сөндіріп, жұмысымызды аяқтаймыз. Бүгінгі өлшеуіш аспаптарды жіктеу жөніндегі барлық мағлұматтарды аяқтай келе және де әртүрлі шамдардың сипаттамаларын аяқтай келе өзімнің сабағымды аяқтаймын. Рахмет, сау саламат болыңыздар.